Біздің таныстығымыз сонау 2022 жылда басталған. Ол кезде мен шетелде болатынмын. Таныстығымызға себеп ол Инстаграм арқылы мен Ақтаудың таптым, подписаться еттім, ол қабылдады. Сонымен бізде переписка басталды, сөйлесу. Ол басында тек қана орысша сөйлейтін, тек қана орысша жазатын, мен оны қазақшалап жауап қайтаратынмын, ответтің барлығын. Былай айтсам, Ақтаудға мен қазақша үйреттім деп айта аламын. Вот, біздің таныстығымыз осылай басталды через Инстаграм арқылы. Сосын оқу басталды бізде. Ол кезде мен 7-ші курс болатынмын, 7-ші курс кезінде. 6-шы курс аяқталып жатыр. 6-ші курс аяқтап, 7-ге өткен кезімізде еді. Сағынамын көздеріңнің арасын, жалғайтын сезімдердің арасын, қалайша ұзап кетіп барасың менен. Жарақтама жанымнан, түзуді қисі қабырған, көңілдегі дертімнен тек сені мен сауыған. Есірткідей қанымнан жан болдың ғой табылған, сүйіп өтем тек сені, өшір алмай жадымнан. Сағынамын көздеріңнің арасын, жалғайтын сезімдердің арасын, қалайша ұзап кетіп барасың менен. Сағынамын көздеріңнің арасын, жалғайтын сезімдердің арасын, қалайша ұзап кетіп барасың. Мен ол кездесуге шыққым келген жоқ, шыны керек. Бірақ сөйлесіп жүргенде ол Оразбек өзін маған жақсы жағынан, тек жақсы жағынан ғана көрсетті. Бұл өте пайдалы, медик студенттерге өте пайдалы блог жүргізетін еді. Солай маған қайта айтып, соғып, кездесуге шақырды. Басында бар ғой, маған шықпаймын деген еді, алғашқы кездесу. Жоқ, сен не хочу деп. Кездесейік те қойса, жүрсек бір келіп қалып, мау деп. Сөйтіп шығарып алғанбыз кездесуге біріншісінде. Қол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Ауаның құрғатып бар оттегін, тәніңмен жағатығын от бедің. Көргелі жанарыңның кескінін, есінде шығаратын естінің. Тек сені аңсаптағы кеш құрым, ерегі болмай қалды жан жағымда ешкімнің. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қарым-қатынасымыз бізде бірінші кездесу 24 сентябрь болды. Сол кезде кездестім, маған бір көргенде ұнады. Әңгімеміз жарасты, ой-өрісіміз бірдей болды, келісіміз, біздің мақсаттарымыз, өмірге деген көзқарасымыз барлығы былай айтқанда бір-біріне сәйкес келді. Оппа дедім, сөйтіп жүрген кезінде, немецке оқып жүрген ол кезде мен. Немецке бастап жүргенміз, то есть енді ғой. Ол кезде Ақтаудың деңгейі өте жоғары болды. Мен айтқан ғой, маған немецке үйрет деп. Солай хан шатырға баратын едік, библиотекада немецке оқып отыратын едік. Былай айтқанда типа оқитын едік, өйткені Ақтаудың қасында мен немецке шын керек мен миыма кірмейтін. Сөйтіп қасымда отыратын еді, сызылып мен ойын барлығы Ақтаудта болатын, немецке былай айтқанда жайында қалатын да, сосын жүретін еді. Оразбек, неғып дұрыс оқымайсың деп. Мен оған айтатын едім, қалай дұрыс оқимын, қасымда сен отырсаң деп. Осылай біздің кездесулеріміз осылай басталды. 4 октябрь күні біз жүріп бастадық десек болады, 2022 жылы. Сенің көңіліңде бар орын бәріне, менен өзге ал менің түстерімде жоқ орын ешкімге, сенен өзге. Бөліскім келмейтін сырыма айналды,
ұсыныс бірнеше рет болды. Негізінде ең бірінші ұсыныс 2 жыл бұрын болған. Сол кезде ақтоты айтатын еді, үйленейік те давай деп айтамын ғой енді мен. Десем, я еще не готова деп қоймайтын еді. Мен айтатын едім, адам үлкен өмірге ешқашан дайын болмайды. Мысалы үшін 30-дағы қыздан барып сұрасаң да үйленуге дайынсың ба десем, ол да жоқ дейді. 40-тағы адамнан сұрасаң да ол да жоқ дейді. Ол өмірге жайлап солай үйренеді, бірге боламыз, бірге үйренеміз, бірге көреміз. Мен де дайын емеспін, бірақ мен бірге болғым келеді деп сөйтіп күнде айтатынмын. Солай жүріп білесің ба, 2 жыл өтті ғой. 2022, 23, 24. Неожиданно болды, конечно, мен ойлаған жоқпын. Сол күні, именно 3 март күні маған Оразбек предложение жасайды деп, себебі Оразбек очень часто приглашал в разные рестораны. Мен даже ойлаған жоқпын предложение туралы, и шортымен шыға салдым. Шорты болғаннан, удлиненные шорты, бермуды. Школьный сияқты ма? Как школьница выглядела. И біз тамақ жеп болдық сол уақытта, и Оразбек десерт жеймін деп шықты. Официант барса, келді подноста десертті крышкасымен жауып. И ол мен алдыма қойды десертті. Сосын я подумала, это же Оразбек заказывал десерт, деп, наверное, перепутала деп сөйтіп айтып жатқанда. Крышканы ашып, Оразбек маған кольцоны беріп жатқанда, мен шоктан, бір жағынан шоктан, бір жағынан ұялып, жаңа өзім үстімде киінген. Солай бәрі шапалақтап бастады. Сосын мен сол уақытта ойланып қалдым, почему бы нет? Дедім де, сосын да дедім. Менің ойымша, осылай неожиданно жасаған күшті деп ойлаймын. Бәрі белгілі болып, той белгілеуден алдын предложение жасау меніңше қызық емес. Ол кезде уже сезім болмайды. Менде мысалы үшін уайым болды. Я дейма, жоқ дейма деп. Өйткені мен айтатын едім Ақтоты, мама папаңмен таныстыр дедім, хотя мен жайлы айтшы деймін ғой. Жоқ деп тұрып айтпайтын еді, тек қана предложениеден соң деп. Мен де 2 жыл бұрын айтып тастағанмын ғой, мамама, болды, все, келдеріңіз дайын деп қойып. Солай. Сосын предложение жасаған кезінде ол уайымдау, шыны керек, я дейма, жоқ дейма деп қойып. Сосын я деді. Сол нәтижесінде мама папасымен де таныстық. Бәрі болды, ұзату да өтті. Мені бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар, куәгер болып тұрсыздар. Тойымыз, Құдай қаласа, одан кейін уже үлкен өмір. Өзіменен алып кетсем бәрге сені болама. Сүйол күй емес, жүрекке жиып алып, бәруден тыю емес. Сондықтан сен мені сез, тұрғанда орнында ес. Бұндай сезім жүрегінде әрдайым бола бермес. Теңіз болсам толқын болып толғанасың ба? Көгім болсам жұлдызым болып жан аласың ба? Тауың болсам ең шыңында шыға аласың ба? Жаным сүйген жалғыз адам бола аласың ба? Егер екі адам бір-бірін қалап тұрса, жақсы көріп тұрса, сағынып тұрса, арада алыстық болсын, жақындық болсын, ол ондай қатты айырмашылық, айтқанда не имеет значение дейді ғой. Дегенмен сағыныш болды. Мысалы үшін мен предложение жасап кеттім. Енді күтіп жүрдім, тойымыз қашан болады, қалай қояды. Ары қарай менде белгісіз болды, өйткені Германияда жүрген кезімде визалармен айналысу, басқа, ол жақтың бюрократиясымен, содан соң қашан келем деген менде сондай сұрақтар болды. Шүкір, міне Құдайдың қалауымен барлығы орнына келіп, реттеліп, барлығы күшті болып келіп отырмын. Бірақ отношение кезінде енді сағынасың ғой. Сол кезде мен звондаймын да Ақтотының сөйлескісі келмейтін. Енді сөйлесетін едік бір 5 минут, 10 минутта мен енді сағынғаннан кейін көптеу сөйлесім келетін. Жоқ, ешеме кездесейік, то есть көрейік деймін да, видеозвонокпен звондаймын. Бір ретте бар ғой видеозвонокпен сөйлеспеген. Бір рет видеозвонокты случайно көтеріп қалған, камераны жауып отырған. Айтамын, сөйлесейік та десем, айтатын еді. Жоқ, живой көресің де, тірі кезінде көресің, шынайы көресің деп қойып. Міне шүкір шынайы да көріп отырмыз. Дегенмен сол кездегі сағынышты шыны керек сөзбен жеткізуге болмайды. Фото жіберіп десем, жібермейтін. Сағынып жіберіп, сағынып келдім міне, қасындамын қазір.